сәлеметсіздер ме? Мен зерде балалар шығармашылығы тобының қосымша білім педагогы Назарова Фируза Низаматдиновна. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сәнді шашқа тағатын бұйым жасап көрсетемін сіздерге. Ол үшін бізге керекті құрал-саймандар осындай мата, атлас матасын алсақ та болады, немесе әртүрлі өзіңізге ұнаған түрлі түсті маталарды алсақ болады. Және де абадок. Абадоктың да түрлі көлемдегі абадоктар болады. Бізге қатты үлкен көлемдегі абадок керек емес, осындай көлемдегі абадок болса жарайды. Және сәндеу үшін моншақ, тігу үшін ине жіп, пистолет клей және линейка, сосын сабын немесе борды пайдалануымызға болады. Ең алдымен біз матамызды аламыз, оны теріс бетіне қойып алып бастаймыз. Біз ол үшін үлгісін сызып алуымыз керек. Менде қазір мынандай екі үлгі бар. Екі үлгіміз, біреуі үлкен, екіншісі сәл одан кішілеу келеді. Себебі ол біреуі ішкі жағында тұру керек абадоктың, ал екіншісі сыртқы жағында болу үшін. Және де осы екі үлгіні пайдалана отырып, біз екі ұзыннан жаңағы матамызды қиып сызып дайындап аламыз. Бірінші метрмен өлшейміз, абадогымыздың ұзындығын өлшейміз. Мысалға бізде осы абадогымыздың ұзындығы 37 сантиметрге ұзын. Біз оған 20 сантиметрді қосып, ұзындау етіп сызып аламыз. Сонда бізде 57 сантиметр шығады. Содан кейін бірінші үлкендеу сызып алған үлгімізді алып, осыны бастырамыз, матаға түсіреміз. Бірінші бір жағын осылай сызып аламыз, және екінші басын екінші жағына осылай қойып сызып аламыз. Бірінші сызғанымыз дайын, мінекей осындай болады. Енді екінші бөлігін оны да осылай сызып аламыз. Оның да дәл ұзындығы 57 сантиметр болу керек. Осылай сызып дайындап алдық. Енді осы сызған сызығымыздағыны қиып аламыз матамызды. Міне екі матамыз дайын, екі бөлікке бөлініп тұр. Енді осыны оң бетіне қаратып, оң бетімен қаратып, бір-біріне қойып, алдымен оны көктеп, жібімізбен көктеп тігіп шығамыз. Міне барлығын айналдырып тігіп шығамыз, бірақ осы бір шетінен ұшынан кішкене ғана тесік қалдырамыз. Осындай. Себебі оны біз осы тесік арқылы оң қарата аудару үшін керек болады. Енді осы тіккен тігісімізді машинкеге, тігіс машинесіне салып тігіп шығамыз. Енді матаны оң қарата аударып үтіктеп аламыз. Міне осылай оң бетіне аудардық, және де қазір оны үтік басып тегістеп аламыз. Тігістерін жатқыза отырып, үстінен үтіктеп шығамыз. Міне осылай үтіктеп аламыз, дайындап. Енді мына ашық жерін ішіне қаратып, бүлдіртпей қолымызбен тігіп жібереміз. Келесі бізге ыстық желім керек болады, бұны қосып қоямыз. Және бұны пайдаланғанда өте сақ болу керек. Бұны темірдің бас жағындағысын ұстап алуымызға болмайды. Техника қауіпсіздігін сақтай отырып, қолданамыз, қолымызды бір жерімізді күйдіріп алмауымыз керек. Енді мына абадоктың дәл ортасынан мына дайын тігілген матамызды алып, дәл осылайынан осылай ұстап тұрамыз да, осыны енді байлаймыз. Осылайынан байлаймыз. Қатты тартып байлап ұстауға болмайды, себебі бізде бұл көлемді болып тұру керек. Көлемді жиырымға келіп әдемі болып тұру керек. Мінекей осылай дәлме-дәл түсу керек. Және де қазір біздің ыстық желіміз қызған соң осы тұста клейді жағып, осылай қазір клейлеп қоямыз. Осылай клейді жағып. Матаның дәл ортасына осылай түсу керек. Және ұшына
ұшымен ұшы дәм келу керек. Екінші ұшында дәл солай тілгенбіз. Міне дайын болды. Енді осыны сәндеу үшін бізге осындай моншақтар керек болады. Осы моншақтарымызға клейді жағып, матаның әр шетінен осылай клейлеп шығамыз. Кішкене ғана клейді құйып, және матаның әр шетінен міне осымен біздің сәнді ободогымыз дайын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.